5. bölüm 1. okulama. Sol sertin orunda Asqaptın kevdesin basıp jibermekçi bolgan Mırzaş karmanıp kalgısı geldi. Ol Meryemga tez arada ukutağı bülgürmesi, Asqap jane onun azulu jaqtaşlarının ozbırlığına tötöp berugum mülde mümkün emes dep oylada. Sonымен avuldağı aksakal ağalarının ayağынан tık turguzup Erdanaga kudalık söylestürdü. Bul кезде Erdana da Asqaptың elge таратқан қаңқуынан хабар тапқан болатын. Ол ішінен ел болған соң оның ішінде ұшына шыққан содыр тентегі де болады. Қызырбек аман тұрса, бұл тентектерін тектеп алатын шығар деп ішін кеңге салған. Қарындасынан дәмелі болып көз сүзіп жүрген үлкен кіші еркектер бұл елде көбейе бастағанын сезіп жүр. Енді оны сүйген жігітіне атастырып үкісін тағып қойғаны әбзәл деп санады. Не де болса, әке шешесі жете алмай кеткен арман тілекті орындап, аруақтарын разы қылып ағалық борышын өтемек болды. Ол қарындасымен ашық кеңес құрып, оның еркіндігіне жол беріп бақытты болуын тіледі. Әрі Мырзаштай 8 қырлы бір сырлы жігітті күйеу бауыр етіп, бұдан бұлай жалғыздық көрмейтін болдым деп төбесі көкке жеткендей қуанды. Құдалық сөйлесе келгендерге мақұлдығын білдіріп, сый-сияпатымен аттандырып салды. Күз маусымы орталап, ауа райы құбыла бастаған күндер болатын. Мәриямның ақ күшігі аяқ астынан жоғалып кетті. Бұл кезде Ердана төменгі Бауыртауға жылқайдап кеткен болатын. Майлының жотасы аққар құрсанып, оның ызғары ызыңдаған ызғырық болып, жылан тіліндей жалаңдап тұрды. Мәриямның көзі енді ұйқыға бара бергенде біреу есікті қақты. Ердана болса есікті қақпас бұрын дыбыстар еді. Мырзаш болса алдын ала келетінін ескертіп айтып кетуші еді. Ал мынау бейтаныс адам секілді. Одан тіксініп қалған Мәриям өзі дыбыс беретін шығар деген оймен үн-түнсіз жата берді. 6-7 жастағы көрші үйдің қызы Зейнепті ағасы бар болсын жоқ болсын үнемі қасына алып жататын, тіпті күндізде қасынан екелі тастамай ертіп жүретін. Ол қазірде қасында тәтті ұйқыда жатыр. Есік тоқтаусыз қағыла берді. Мәриямның зәресі ұшып кетті. Дереу киініп, қазан аяқ жақты сипалап жүріп, өзі істетіп жүретін шай бышақты тауып алды да, «Кімсің?» деп дауыстады. Анада үн жоқ. Маңдайшалықтың үстінен қолын жүгіртіп жіберіп, сықырлауықтың ішкі тиегін ағытып жіберді. Бірақ онымен есік ашылмайтын. Бергі жағындағы таяныштан шалып көлденеңінен 2 қабаттап байланған жіп бар болатын. Тілеуін кесілгір әлгі сумаңдаған суық қол оны да бәкісімен қиып жіберді. Қанатты есік қайырылып ашылды да іркес-тіркес 2 адам кіріп келді. Қараңғыда олардың қараң-құраң еткен сұлбасы тым суық құбыжықтай қорқынышты еді. «Сендер кімсіңдер ойбай, шығыңдар үйден», деп Мәриям шаң кетіп шегіне берді. «Өшір үніңді, шығарушы болма дыбысыңды», деп анау қапсыра құшақтай алып, Мәриямның аузын тас қылып баса қойды. Қатты қорқып кеткен оның бойында жан қалмады. Қолындағы бышағы қалай сусып түсіп кеткенін сезген жоқ. Әлгі дөрекі құшақ оның бұлқынып жұлқынғанын елең құрлы көрместен балаша көтеріп сыртқа алып шығып кетті. Зейнепте оянып кеткен болатын. Зәресі ұшқан ол көрпесін басына тас бір көп алып жатып қалды. Көзінен аққан жасы жастығын жылап жатыр. Ет асымдай уақыт өткен болар. Есік қайтадан ашылғандай болды. Ол басын көтеріп қарауға да батын алмады. Кірген адам Мәриям екенін
kasına gelip oturganda birak bildi. İştey kuanyp kalgan ol. Allah äpiki şoşup ketdim goý. Elgiler kimdir sizge nege tiýsede? Sizdi sabadyma? Dedi. Meryem oňa jogap bergen jok. Sol kyldap jylaý berdi. Anda bunda. Adam emes haýwan eken goý bu askaptar. Ölgönden başga nem galdy meniň? Hoş bol agajan, hoş bol myrzaş. Men endi sendik bolalmaýmyn. Men beýbagynyň tunugun askaptar laýlap getdi, aramdap getdi. Seni tiri körüge betim jok. Arym tapdalyp, armanym kurdumga getdi. Sen aman bol myrzaş. Men akkyrşynymdan kyýylaýyn. Bir şymsym topragyň büýürsün. Haýran, aýagly agataýym-ow, meni munda nege gana äkelip ediň? Sol tuğan elimniň şirigen bir jumurtkasy bolup kalganym jaksy edi goý dep egile jylap uzak oturdy. Onu jubatuga däti jetbegen kişkentaj Zeynep ol da sol kyldap jylap jatyp ýuktap getdi. Bir mezetde goýana kelse kasynda Meryem jok, taň eldegaşan atyp ketipdi. Tündügi açylmagan üýdüň işi alagölenke bolupdyr. Syýır buzaglardyň azan-kazan möňüregen dawsy eşdiledi. Elde kimniň ayak dybysy taýap geldi-de, eleşala tündük taşdy. Meryem bolar dep oýlap edi, ol emes, Zeynepdiň şeşesi eken. Muna kızlar jatama? Meryem, ana jalgyz syryňyň mazasy ketip galdy goý. Tezdep sawyp ala goýsaňşy, dep söýley jürüp esik açdy. Aldynda Zeynep durady goý. Sen kız endi turduňba? Meryem gaýda? Merýaş äpkim erte turup ketipdi. Tüzge getip galgan şygar. Endi göterilip gele jatkan künnüň şuwagyndan jylymyk baýkalady. Izgyrık jeldiň jagy karysyp dym bola galypdy. Awul aýelderi sagun jumuşyn akyrlaşdyryp, jer oşakka ot tutatyp, mosularyny kurup jatyr. Meryemniň jalgyz syýry buzawyna janasypdyr. Meryemdi asyga gütkendi üý jakka garap möňürep goýady. Başga syýrlar tobu özüňge garay şupurup barady. Äke belgi Meryem kaýda gete galgan? Muna syýry turama endi üstüp? Künde bizden burun turup lyp etkizip sawyp ala goýuşedy goý. Şakyrşy Zeyneş, anaw döňge tamaşyk, şükür tez, dep şeşesi kızyn jumsady. Zeynep jügürüp döňge şykdy. Tymtyrys eşkimniň kylpy görünbeýdi. Jalgaçdy jügürüp dagy bir kıratga şykdy. Ülken agar da uglap şuwlap mal jatyr. Hey Merýe, äpeki kaýdasy? Ol kıratka zyr jügürüp äpe kelip talaý жерdi kezdi, tabalmady. Tündegi korkunçly adamlar köz aldyna elestip, boyun üröý biýlep getdi. Karşaday kız kança жерdi aryltyp bolmak. Dymy gurup üýge kaýta betlep kele jatyp, sonodaydan 3-4 atly adamnyň baranyn baýkap kaldy. Olar batys jakdagy tereň saýdyň kıyasynan asyp awulga garay kele jatyr. Birewi aldyna kızıl jasyl birdeme öňgerip algan sekildi. Managy özü çykkan döňgü äýelder men balalar da toplasa kalgan. Atlylar taýay biri, olar da döňden düşüp getdi. Sonumen Zeynep de ökbösün awzyna tüstep jügürüp jetdi. Awul uşuw adamlar Erdananyň üýüniň esigi aldyna toplasa galypdy. Haýran kyrşym balaý. Kimden zorluk, kimden korluk gördüken deşi. Endi Erdanaga kaý betimiz bilen garaýmyz.
Не деп жауап бердік құдайым-ау? Бақадай шақырып жатқан әлеуетті ауыл бола тұрып, бұтаға қорғалаған торғайдай болған тырнақтай жетім қызға сая бола алмадық-ау, деп бір ақсақал зар қағып тұр. Көзінің жасы сақалынан сорғалайды. Әйел біткені қолдарына шыт алып солқ-солқ етіп егіледі. Пейшарай, адамның періштесі еді ғой. Тіл көз болды ма, кім білсін? Жартастан ұшып кеткен болды ма? Ұйқы сұрайтыны бар ма еді? Қайдан білейік, сайтан жетелеп апарды ма байқұс баланы? Түн ортасында осы ауылға біреулер келгендей болды. Біздің көктөбет мінеу қырат жаққа қарап үрді де тұрды. Сол кезде сыртқа шықсамшы, деп қояды тағы бір әйел. Орталарында сырмақ үстінде қан жоса болып Мәриям жатар. Бетіне салысын жауып қойыпты. Жаны жәннатта болсын. Опасыз тағдыр деген осы. Алланың жазуынан аспақ жоқ. Еш жиып қайратқа келейік. Бүйтіп тұра бермейік. Біреуің Жамбылдағы Үкіртай ауылына тездеп хабар таптырыңдар. Керімбай Сүлеймен моллаларды дереу алдырайық. 4 төңіректегі ауылдарға кісі шаптырыңдар. Аты мықты, жөн білетін бір жігіт Бауыр тауға кеткен Ерданаға аттансын. Қайдан болса да тауып естіртіп, Күйбар ертең кештен қалдырмай ертіп келетін болсын. Мына тұрған үлкен кіші әйелдер мен бала-шағалар, басқа да адамдар жылап сықтауды тоқтатыңдар. Ертең осы өлім бәріміздің басымызға келеді. Текелеріңнен тік тұрып жұмыс істеңдер. Мына үйдің үшін реттеп, босағаға шымылдық тартып, мәйіттар улап жатқызыңдар деп, Мұқатай атты пысықай жігіт күйзеліп күңіреніп тұрғандарды жөнге салды. Сонымен көп өтпей тұс-тұстан аттылы жаяулы ел жиналып жатты. Мәриям ауылдың батыс жағындағы терең сайдың бойындағы жартастан ұшып мерт болыпты. Мүрдесін ауыл қойшыларының бірі көріп таныған, оның кездейсоқ аянышты өлімінің себебін бастапта көп ел біле алмай аң-таң болысыпты. Аң-таң болысып қана қойған жоқ. Әркім әртүрлі жорамал жасап, күмәнді деген адамдардың үрейлі көлеңкесін елестетіп, олардың бұл ауылға суы қызы түскен түспегенін тепшілегендері де болды. Бірақ жау сырттан емес іштен екенін бәрі де біледі. Дәл кім екеніне көздері жетіп, қайбатын бетіне басып, мойнына қойып беретін де ешкім жоқ. Ал олай болған күннің өзінде де кіндік қандары бір төре тұқымы. Ел абыройына шіркеу түсіріп алғылары келмейді. Кішкентай Зейнептің өткен түнгі көріп білгендерін қайта-қайта қазбалап сұрап ұққан ауылдың бетке ұстар үлкендері жұртқа дабыра қылмай жауып тастады. Зейнептің өзіне, Мәрияш әпкем басқа ауылдағы достарына кеткен беті қайта келмеді. Өзімнің үйімде жаттым деп айтасың. Көрген білгеніңді аузыңнан шығаратын болсаң, әке-шешеңнің көзін құртып қана қоймай бүкіл ауылды бүлдіресің. Үйден шықпай, қозғалмай отырасың. Біз де сені сырттай бақылап жүреміз деп қорқытып, шыңап тастады. Ақтан Мырзаш, Фатика, Зылика, Қалия қазиялар да бірінің артынан бірі жетіп, қабырғалары сөгіліп қатты егілді. Жел тимесе ел тимес деп ойлайтын
Мәриямдай аяулы арудың аянышты қазасы оларға да қайдан оңай тисін. Қалайдан қалай өз басын өлімге қиғанына жіп та қалмай, сан саққа жорып тиянақты айғақ таба алмады. Ертеңінде түс ауа келіп жеткен ердана қарындасын жоқтап зар еңірегенде дүйім жұртты өзімен қоса жылатты. Ел ішіндегі майталман шешен, діндар тақуа молда қожалардан жұбату хақында айтылмаған сөз қалған жоқ. Онысыз да ердана көп ешкімнен ақыл білім сұрай қоятын жігіт емес. Ғасіреті мен өкінішін ашуымен кегін ішіне бүгіп шыдап бақты. Мәриямды Нарысу өзенінің бойындағы Мамырбекұлы Тұрысбек бейтінің қасына жерлеп, шағын ғана тас қорған тұрғызды. Ердана осы бір пәк қарындасына әріп үйретіп сауатын ашып қоймағанына қатты өкінді. Мәриям жазу жаза білетін болса, өлігінің себебін жазып кетер еді ғой. Дәлел боларлық бір ғана жіп ұшы бар, ол балада болса Зейнеп еді. Одан не көрдің, не білдің деп неше қайтара сұрап көрді. Ол үлкендердің үйреткен сөзін қайталай берді. Бейнесінен бір сырды айта алмай қорқып отырғанын Ердана сезді. Сезді де артықша қузап кетпеді. Дөрбелжін жаққа әлде бір жұмыс бабымен жол тартып кеткен Қызырбек Мәриямның жеті нәзірі өткеннен кейін оралып, Ерданаға бет көрісіп көңіл айтты. Қайғыдан қабырғасы сөгіліп отырған Ердана іштегі күдік күмәнін оған ашып жарып айта алмады. Ондағы себеп нақтылы дәлелдің беті ашылмай жұмбақталып тұрғаны еді. Қызырбекте Мәриямның тұтқиыл өлім құшуының себеп салдарын, жастар арасындағы қызғаныш, өсек аяңнан туындаған албырт шолақ ойлылық деген мазмұнда қорытынды жасап, онан ары тәптештеп кетпеді. Ердананың қасында болып, Мәриямның артқы жұмыстарын атқарысып жүрген Мырзаш ауашалана қалған бір сәтте, Мәриямның бұл елден қандай достар тапқанын мен жақсы білемін. Олардың бірде біреуінің үйіне бармаған. Күндіз болсын, я түнде болсын Зейнепті қасынан тастаған емес. Анау бір кез әсқап тиіскеннен бері ол ешқашан жалғыз жарым болмаған. Күндіз осында бар адам жападан жалғыз кештетіп досын іздеп шығып кетті дегенге кім сенеді? Тіпті солай болады деген күннің өзінде де ауылдағыларға бет алысын айтып кетер еді ғой. Бірер күн бұрын Ақкүшіктің жоғалып кетуінде де сыр бар. Сырттай қастық сайлаушылар біреу емес бірнешеу, олардың атын атап түсін түстеп айтып берер едім. Бірақ көзбен көріп, қолмен ұстағандай айғақ болмаған соң, оларды мойындата алмаймыз. Десе де жалғанның ісі жалғанға кетпейді. Бейуаз Мәриямның қан қазы жібере қоймас. Бүгін болмаса ертең арамдықтары айпырадай ашылатын болады. Мен де қарап жатпаймын. Сар ізіне шөп салып, шындығын шығаруға жасырын қимылға кірісемін, деді. Жалғасы келер оқылымда.